ертеңгі каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сәлем балалар! Бүгін сіздермен жылдың бір ерекше және ғажайып мезгілі күз туралы сөйлесеміз. Күз басталғанда табиғат қандай болатынына бірге тамашалайық. Күз келгенде ағаштардағы жапырақтар түрлі түске боялады. Сары, қызыл және қоңыр. Бұл мезгілде жапырақтар жерге түсіп, олармен ойнау қандай қызық. Күзде күндер қысқарып, ауа райы салқындайды. Күннің көзі аз көрініп, кейде жаңбыр жауады. Сондықтан күзде жылы киініп, өзімізді қорғауымыз керек. Құстар жылы жаққа ұшып барады, себебі олар салқын жерде қалмайды. Ал тиіндер мен басқа жануарлар қысқа азық жинап жатыр. Олар қыста аш қалмау үшін қор жинайды. Сонымен қатар, күз бұл жеміс-жидек жинау уақыты. Ағаштардағы алма, алмұрт сияқты жемістер піскен кезде оларды жинау өте қызық. Күз бұл ерекше мезгіл. Ол бізге табиғаттың сұлулығын көрсетіп, қысқа дайындалуға мүмкіндік береді. Ал сендер күзде қандай қызықты істермен айналысасыңдар? Табиғаттың ғажайып өзгерістерін бірге бақылап, күздің сұлулығынан ләззат алайық. Видео ұнаса каналға тіркеліп, басқа да видеолармен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыз.